тұңғыш елбасы күніне арналған елін сүйген, елі сүйген елбасы атты онлайн кітап көрмесі. Бір 1991 жылы 1 желтоқсанда бүкіл халықтық сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекет басшысы болып сайланды. Назарбаевтың кітаптары 1998-1999 жылдан 2017 жылдарының қызмет хроникасы. Елбасы еңбектерінің қайсы бірін оқысаңдар, ел экономикасын, ел тарихын, ұлт рухын көре аламыз. Қазақстан 20-30-20-50 стратегиясы ел президентінің Қазақстан халқына жолдауы. Мәңгілік ел болу біздің өз қолымызда деп елбасымыз айтып кеткендей, біз болашаққа көз тігіп, тәуелсіз елімізді мәңгілік ел етуді мұрат етуіміз қажет. Бүгінгінің мұрасы да, мұраты да, атақ даңқы да, мерейтойы да кейінгіге үлгі. Ал үлгіге қарап ұрпақ өседі. Нұрсұлтан Назарбаев.